Мен сотталушымды қорғауымдағы Аскентайды шатастырып отыр. Ешкім сізден кешірім сұрамаған деп. Біз бұл жайлы Қаржаубайға байланысты сұрақ қойғанбыз. Нұрым жайлы болмаған. Даусын көтеріп, мына жерде қысым көрсетіп отыр. Сол қарсымыз. Қаржаубай мен Нұрымов бір адам. Тұра тұрыңыз. Ауыстыруын сұраймын мемлекетті. Қарсылық білдіріп отырсыз. Қарсылық білдіріп отырмыз. Жақсы. Сотталушы, отыра тұрыңыздар. Сот мемлекеттік айыптаушыға қатысты адвокат Ержановпен берілген қарсылықты қарауға көшеді. Өзіңіздің қарсылығыңыздың мәнін айтып жіберсеңіз. Құрметті сот, енді бәріңіз тыңдап отырсыздар. Сұрақ қойған кезде жаңағындай сұрақты бұрмалап қойып отыр. Онымен қатар жаңағындай қысым, дауыс көтеріп сөйлеп отыр. Жаңағы сұрағын ешкім сізден кешірім сұрамады деп сондай сұрақтар енді құрметті сот орынсыз деп есептеймін. Себебі бұл жаңағы ол сұрақтар қойылған, нақты жауап берген. Сол бойынша қарсымыз, ауыстыру сұраймыз мемлекеттер. Енді қазір сондай жауап беріп отыр. Енді басқа сотталушылардан кейін қазір жауап алады. Соған мен қарсымын, құрметті сот. Жақсы. Басқа. Аудармаша микрофон. Уважаемый суд, ссылаясь на статью 88 УПК РК, вы прокурор области ЖТСО, да? С отсылкой на 87 статью основания отвода. Данное уголовное дело находится по подследственности на рассмотрении суда по территориальности Алматинской области. И ввиду этого, ссылаясь на данные статьи, прошу заявить отвод прокурору. Қаралып жатқаныңыз. Уважаемый суд, еще можно... Тұра тұрыңыз. Қаралып жатқаныңыз Алматы облысы бойынша прокуратураның қарауында болғандықтан, қылмыстық процессуалдық кодекстің және атаған бабына сілтеме жасап, сізге қарсылық мәлімдеймін. Прокурорға қарсылық мәлімдеймін. Адвокат Баймұханова Қалиахметтің мүддесінде. Құрметті сот, мен аталған өтініш хатын қанағаттандыруын сұраймын. Себебі алдыңғы сот отырысында да аталған Жетісу аудандық прокурорының көмекшісі осы жерде жәбірленуші тарапымен непроцессуальный контакт дейді ғой. Емес тәртіпте жәбірленушілердің өкілдерімен бірнеше рет сөйлесті. Мен ол бойынша ол кісіге өзімнің нақты кіммен екенін айта аласыз? Нақты Аманқос Бағдат есімді жәбірленушінің өкілімен, сондай-ақ екінші кеше қатысқан әйел адам Ашырбаева, сол Ашырбаев, қазір нақты фамилиясын айта алмаймын, құрметті сот. Сол кісімен осы жерде сөйлесті. Мен ол прокурорға осы жерде өзімнің ескертпемді айтқам. Сонымен қатар, құрметті сот, бүгінгі сот отырысында біз нені байқадық? Бүгінгі сот отырысында жаңа жедел уәкіл қызметкерін сұраған кезде де ол кісінің жауаптарына күмән келтірді. Сонымен қатар ол бейне жазба іске тіркелді, дәлелдеме ретінде танылды. Прокуратура істі сотқа қылмыстық процессуалдық кодекстің 3-ші бабының негізінде жолдау барысында іспен толық танысқан болатын. Және тергеу органдарының шешіммен келісіп істі сотқа жолдаған болатын. Бірақ та қазіргі уақытта сот отырысында прокуратураның қабылдаған шешіміне аталған прокурордың көмекшісі өзінің күмәнін келтіріп, енді противоречие жасап отырды. Нақты қай шешімін айтып отырсыз? Нақты істің жаңағы бейне жазбаны iPhone 14 Pro Max Әділжан, куәгер Әділжанның телефонына жазылған бейне жазбаның заңсыз деп тануға негіз жасап отыр ғой өзінің пікірлерімен. Істі сотқа жіберер кезде прокурор тарапы ол шешіммен келіскен, ол дәлелдеме ретінде танылған, заңды деп танылған және іске тіркелген. Сол себепті, құрметті сот, мен өтінішті қанағаттандыруды сұраймын. Құрметті сот, Қалиахметтің мүддесінде адвокат Мырқасымбаев. Әріптесіміздің өтінішін қанағаттандыруды сұраймын. Мемлекеттік айыптаушы жаңа шатастырып, Нұрымов пен Қаржаубай екеуі бір адам деп, Ғайыпбаев пен жаңағы Қаржаубай екеуі бір адам деп айтып отыр. Екеуіне жәбірленуші, ол екеуі екі бөлек адам. Соған қатысты жаңа сұрақтарыңызда сізде бірінші Қаржаубайдан кешірім сұраған жоқ деді, артынан сіз Ғайыпбаевтан кешірім сұрады, екеуі бір адам деп түсіндіріп отырсыз. Сондықтан өтінішті қанағаттандыруды сұраймын. Адвокат Қалиева Аскентай Дарханның мүддесінде. Құрметті сот, мен қазіргі кезде
прокурор ханымға жаңағы осындай бұл іске отвод тоже жариялаймын. Неге десеңіз, сіз өзіңіз, жаңа кешіңіз, мен ол кісіге қаратып айтпай, сізге қарап тұрып айтайын. Прокурор өзінің кәсіби біліктілігімен істі зерделемеген деп есептеймін. Өйткені жаңағы менің қорғауымдағы Әскентай Дарханның айтқандары бойынша кастетке қатысты Әскентай Дарханның дене жарақатын алғаны туралы, ол туралы іс бөліктенген. Ол және осы іске тіркелген, оның тізімі де осы істің ішінде бар. Сондықтан да егер прокурор толық оқыған болса, істі зерделеген болса, қазір мына жерде орынсыз сұрақ болмас еді. Ал біздің менің қорғауымдағы Әскентай Дархан дене жарақатын ала салып ауруханаға түскен жоқ. Оған әрине полицияның тарапынан да бірталай кедергілер болды. Өйткені біздің қорғауымыздағы адамдарға, әсіресе менің қорғауымдағы Әскентай Дарханға көпшілік жалпы полиция тарап болсын, прокуратура тарап болсын, бұларға тек қылмыскер ретінде ғана қаралды. Сол больницаға жатқызудың өзі бізге оңайға түскен жоқ. Сол себепті де өз уақытында қаралмай, бір айдан өтіп кеткеннен кейін ауруханаға врачтарға алып барып, жаңағы мына бетінің сүйегі толық түсіп кеткен, сүйегі үгітіліп кеткен, бірден ауруханаға жеткізгеннен кейін Қонаев қаласында дәрігерлер емдеп, опа жасап, қазақша орысша айтқанда операция жасағаннан кейін бір жеттен артық 10 күннің көлемінде ауруханаға жатып, шыққаннан кейін де бұл баланың денсаулығы дұрыс болған жоқ. Ал тергеуші дер кезінде жаңағыдай біз туралы жауабымызды айтты. Иә, мен қазір енді мына жәбірленуші тараптың өкілдері бар, жалпы отырған қоғамдық қорғаушылар бар. Бәрі және құрметті сот енді түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Сондықтан да бұл іске қатысты екінші сұраққа айналып келмеулеріңізді сұраймын. Іс бөліктенген істе бар. Қарсылық бойынша қарсылыққа мен әріптестерімді қолдаймын. Жақсы. Жалғастыра беріңіз. Сот қорғаушы Бабажанова. Мен енді өзімнің әріптесім Гаухарды нақтылап кетсем, мына үзіліс кезінде 28-29 бұл кісіге ескерту жасалған мемлекеттік айыптаушыға. Ол сол кезде өзінің аузынан шыққан, біз жәбірленушілермен бір жақтымыз деп. Біздің санауымыз бойынша бұл объективті қаралуға мүдделі емес жақ, айыптаушы жақ. Теңдей қаралу керек, құрметті сот. Сотталушы жаққа емес те, жәбірленуші жаққа емес те. Сол үшін мен қарсылық білдіремін мемлекеттік айыптаушыға. Қорғаушы Абенов. Құрметті сот, мен әріптестерімді қолдаймын. Прокурорға сенімсіздік білдірген. Ал бірақ Әділжан әкелген жаңағы бейне жазбалары бойынша мен ойлаймын, ол қателіктері, заңға қателіктері жеткілікті, сондықтан оны мен болашақта оны іс дәлел қатарына алып тастау сұраймын. Ол бөлек. Қарсылық қолдаймын. Тағы қосатыңыздар бар ма пікірлеріңіз? Құрметті сот, мен де әріптестерімді қолдаймын. Қарсылық білдірем. Бұл кісі жаңа прокурорымызға эмоцияға бөлініп кетіп жатыр, қатты. Қатты эмоцияға бөлініп, өзін тоқтатамай жатыр. Сол себепті мен қолдаймын әріптестерімді. Қазақстан Республикасы қылмыстық процесс кодексінің 24 бабында сот, прокурор, тергеуші, анықтаушы істі дұрыс шешуге қажетті және жеткілікті мән жайларды жан-жақты, толық және объективті зерттеу үшін заңда көзделген барлық шаралар қолдануға міндетті дейді. Бұл жерде іс бойынша күдіктінің айыпталушыны сотталушыны әшкерелейтін де, ақтайтын да, сондай олардың жауаптылығы мен жазасын жеңілдететін және ауырлататын мән жайды анықтауға жатады дейді. Бұл жерде біз қарап отырғанымыз мемлекеттік айыптаушы тек қана бір сарында, айыптау сарында ғана істі тергеу жүргізіп жатыр. Осыны ескеруіңізді сұраймын. Әріптестерімнің өтініш хатын қолдаймын. Микрофон беріңізші. Әскентай Дарханның әпкесімін мына қызға мен айтарым, өзіңіз ат жөніңіз? Байылхан Бақытжан, айтарым мысқылдап отыр. Бұл өте қиын жағдай. Біз бала өлгеннен кейін осы уақытқа дейін ештеңе айтпадық. 27 күн сіздің саусағыңыз бір күнде қандай болады сынған кезде? 27 күн бүктетіліп жатты ғой.
халық қарап отыр, немене, ойбай прокуратура қарап отыр, төбеден қарап отыр деп больницаға жібермеді, даже реңдеп кетті ғой мына жері. Мынау сүйегі полный сынған, қазір пластмасс, беті сезбейді. Жоқ, қарсылыққа байланысты. Қарсылық, мысқылдамасын. Бізде оңай жағдайда отқан жоқпыз. Мысқылдап сөйлемесін, іштей сөйлеп отыр. Шоковый состояние деп. Біз әрең отырмыз. Жақсы. Просто Басқа бала қосатыныңыз бар ма? өлгеннен кейін біз үндемей отырмыз. Біздің де жағдайымыз мәз емес. Тағы да қорғаушылар айтатындарыңыз бар ма? Сотталушылар. Жақсы. Өзіңіздің пікіріңізді тыңдайық осыған байланысты. Жоқ, бірінші өзін тыңдайық. Жақсы. Барлық айтылған бар. Бірінші негізден бастайық, құрметті сот. Ең бірінші қылмыстық процесс, микрофон берсеңізші. Ең бірінші прокурорға қарсылық білдіру, ол қылмыстық процесстік кодексінің 88-87 баптарында көрсетілген ол жерде негіздер. Және бұл жерде барлық қорғаушылардың айтып тұрған негіздері қарастырылмаған, құрметті сот. Сол үшін бұл негізсіз деп санаймын. Екінші, процессуалдық емес тәртіп бойынша, қорғау жәбірленуші тараптың өкілдері келгені рас. Ол жерде 4-5 секунд қана тұрды, ол кісілер сұрақтарын аяқтап та үлгерген жоқ ол жерде. Мен оларға нақты жауап беріп те үлгерген жоқпын. Келгендер рас, енді мен ол кісілердің іс-әрекеттеріне жауап бермеймін, ол дұрыс қой. Үшіншіден, видео заңдылығына күмән келтірді дейді. Мен ешқандай күмән келтірген жоқпын, тек ол жедел уәкілдің іс-әрекетін ғана сұрадым, нақты заңға сәйкес па, емес па деп. Төртінші кім айтты бізде? Зерделемеуге байланысты, егер де мен қылмыстық істі зерделемесем, қазіргі таңда мен айыпты қалай қордап отырмайтын соны. Қалай қолдап отырмын? Сұрақ қоймай қойыңыз, өзіңіз. Ол шындыққа жанаспайды, құрметті сот. Онан кейін эмоциялық жағдайда екенін қайдан біледі, күнделікті тұрғыда. Менің жай күйімді қайдан біледі, бұл кісілер күнде менімен тұрып жүрген жоқ қой? Мен қарсымын, құрметті сот. Және бұл айтылған негіздердің ешқайсылары қылмыстық процестік кодексінде қарастырылмаған. Сол үшін қанағаттандырудан бас тартуыңызды сұраймын. Рахмет. Біз жәбірленушімен бір жақтамыз деп айттыңыз ба? Айыптау тарапы деп айттым, құрметті сот. Айыптау тарапы, өйткені бұл жәбірленушілерде айыптау тарапына жатады деген мағынада айтылды. Жақсы. Одан кейін, құрметті сот, мұнда Жетісу облысының прокуратурасының қызметкерінің қатысуына қарсымыз деп айтылды жаңа, қорғаушымен. Бізде ресми түрде түскен тапсырма бар, бас прокуратурадан мені қатыстыру бойынша. Керек жағдайда біз өткізе аламыз оны. Рахмет. Сізде бар ма айтатыныңыз? Жоқ, мемлекеттік. Құрметті сот, әріптесімді мен толығымен қолдаймын. Шынымен де қылмыстық процесс кодексін 89 бабына сәйкес ол жерде нақты негіздер көрсетілген, яғни прокурор бас тарту негіздері. Алайда қазіргі таңда қорғаушылармен келтірілген уәждер аталған бапқа сәйкес келмейді. Осыған байланысты бұл өтініш хаттарын негізсіз деп танып, бас тартуын сұраймыз. Басқа жәбірленушінің өкілдері. Құрметті сот, біз бұл өтініш хатты қанағаттандырудан бас тартуын сұраймыз. Себебі қылмыстық процесс кодексінің 88 бабында нақты көрсетілген прокурорға қарсылық, қылмыстық процесс кодексінің 88 бабындағы мән-жайлар орын алғанда болады деп. Ал 87 бапта нақты көрсетілген, тізбесі көрсетілген, қандай шарттармен, қандай талаптармен қарсылық келтіруге болатыны. Яғни ол жерде эмоциялық күй деген басқа ұнамайтын сұрақтар қойған бойынша деген тізбекте жоқ. Сондықтан бұл өтініш хатты қанағаттандырудан бас тартуын сұраймыз. Не процессуалдық контакт ретінде айтатын болсақ, біз барғанымыз рас, мен бір өзім жеке барып су бердім, оның бәрі іске қатысты емес. Процессуалдық шешім қабылдау үшін барып жатқан жоқпыз. Іске қатысты болмағандықтан бұл негізсіз деп санаймыз. Қазір бар ма айта алатындарыңыз? Құрметті сот, жәбірленушілердің өкілі адвокат Мұстапаев, мен де толығымен қолдаймын. Қарама қарсы әріптестерімнің өтініш хатын қанағаттандырусызды сұраймын. Яғни айтылып отқан мемлекеттік айыптаушы тарапынан қойылып жатқан сұрақтардың барлығы орынды деп есептеймін. Ешқандай қысым көрсетіліп жатқан жоқ, оны барлығымыз көріп отырық. Эмоцияға беріліп отырған жоқ. Сонымен қатар жаңағы процессуалдық контакт бойынша біз шын мәнісінде айыптау тарапына жатамыз.
бірге позициямызды пысықтауымызға да болады, құрметті сот, ол заңмен көзделген. Сондықтан бұл жерде ешқандай заңға қайшы, қарама қайшы келетін орын алып отырған жоқ деп есептеймін. Сол себептерден өтініш хаттарын қорғаушылардың қанағаттандырусы қалдырып тұрайын. Сот шешім шығару үшін кеңесі бөлмесіне шығады.